Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біз медицина қызметкерлері арасында өздерінің категорияларын алу немесе сол категориясын растау бойынша толтырылу керек қағаздар бойынша айтатын боламыз. Біз 283 бұйрық 2020 жылғы 20 желтоқсандағы бұйрық бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни ол үшін бізге екінші қосымшасын толтырамыз. Мінекей, бұл жерде толық аты-жөні, мен кеше осы пациент бойынша дайын сертификат қағазын алу болатын, ал бүгін екінші қосымшасын толтырамыз. Яғни мұнда тегі әкесінің аты-жөні, қандай сала бойынша және қанша жыл стаж, мұнда жалпы жұмыс жасаған стажы және де мұнда категорияға берілген мамандық бойынша еңбек өтілі, яғни стаж жазылады және қай жақта жұмыс жасайды, кім болып жұмыс жасайды. Одан кейін мұнда өзінің еңбек кітапшасындағы жұмыс атқарған уақыттары жазылады. Және әрі қарай бұл кісіде интернатура ғана болғандықтан, яғни резидентура оқымаған және де қайта даярлықтан өтпеген. Сол себепті 7-де 3 И болып белгіленеді. Яғни бұл кісі өзінің жоғары категориясын растау мақсатында маған сенім артқан болатын. Енді мына жерде қосымша білімге біз жалпы оқыған оқулар бойынша біліктілікті арттыру оқуларын жазамыз, иә? Мұнда көбіне жоғарғы оқу орындары ғана, аккредиттелген ұйымдардың оқытқан оқулары ғана жарамды болады. Бізге жоғары категорияға қосымша білім бойынша 60 сағаттан жоғары болып саналады, яғни 60 сағаттан жоғары оқу болса жеткілікті. Және де қосымша білім бойынша 1 сағат бір сынап бағанасы болып есептеледі, яғни зачетный единица. Одан кейін формалды емес білім беру дегеніміз ол семинар және де мастер-класс, семинар, тренингтер жатады. Бұл жерде біз 60 сағат ОТСБ дегеніміз 1 сағатта 0,5 болып есептеледі. Сол себепті осылай. Бізде жоғары категорияға 120 сағат, яғни 60 зачетный единица бізге керек болады. Одан кейін бізде қосымша құзыреттер, яғни конференция, конгресстер қажет болады. Біз мұнда 2 халықаралық конгресс және де 1 республикалық дәрежедегі деңгейдегі конференцияны алдық. Бұл жерде халықаралық конференциялар 1 күндік 40 зачетный единица болады. Республикалық конференция, конгресстер 10 зачетный единица болып есептеледі. Бұл бізде екінші қосымша бойынша айтылған мәліметтер. Сізге тағы да басқа самочет және де ұсыныс қағаз бойынша қызықты болса, арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Баршаңызға рахмет назарларыңызға.